әр нәрсеге ұрына бермеу керек. Әсіресе жас кезінде адам сонымен құртып алады уақытын. Пайдасы бір нәрсеге, анау айтты екен, мақтады екен деп соған кетіп қалады қаншама уақыты. Ой, тағы бір нәрсені көреді, о, мынаны істейін деп соған кетіп қалады уақыты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, егер бір нәрсені ойыңа алсаң, мен мынаны істейінші деп, фатадаббар ақибатаху дейді. Бұл істің соңы немен бітеді, соны ойлан дейді. Ал жарайды, мен істедім. Ал жарайды, онымен бір жыл айналыстым. Не болады сосын? Мен одан не пайда, не зиян көремін? Соны ойла дейді. Пайдасы жоқ па, таста? Пайдасы бар ма? Ертең болашағына керек па? Онда соны істе дейді. Осы екі нәрсені, екі қасиет бар дейді. Алла Тағала жақсы көреді екен. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба айтады, сенің бойыңда екі сипат бар дейді, екі қасиет бар. Алла Тағала соны жақсы көреді дейді. Сонда қай қасиет ол Алланың елшісі деген кезде, біріншісі байыптылық. Байыптылық дегенде бұл жерде хилм деп келеді. Ол әрбір істің ақырын ойлау. Бір нәрсе істейін деп жатқан кезде ол ойланады да. Так, бұдан маған не пайда? Не керек бұл маған? Бұл не істеймін мен? Бұдан не аламын, не көремін, не жақсылық көремін мен бұдан? Деген ойлайды да ол. Екіншісі табандылық дейді. Істеген ісінде соңына дейін тұрады. Осы екі нәрсені Алла Тағала сенің бойыңнан жақсы көреді деген кезде сахаба сұрайды. Бұл екі қасиетті маған Алла берді ма? Жоқ, әлде мен өзім таптым ба? Кейбір нәрселер туа бітеді ғой адамға. Кейбір адам байсал, сабырлы, сондай сөйлемейді, жұмсақ, ол туғаннан беріледі. Кейбір нәрселер үйренеді. Бұл қайсысы деген кезде Алла Тағала саған бойыңа бітірген әкеңнен, атаңнан қанымен келген нәрсе депті ғой. Сонда ана сахаба не дейді? Алла Тағала менің бойыма өзі жақсы көретін қасиетті сіңіргеніне шүкір дейді. Альхамдулилля дейді. Міне осы нәрсе жастарға өте керек, өйткені көбісі болмайтын бір нәрселерге жылдарын кетіріп алады. Жылдарын кетіріп алады. Осының соңын қуып жүре беріппін ғой деп ше. Сондықтан ойлану керек, алдын ала анализ жасау керек.